Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге Benieme приложениесі туралы айтатын боламын. Қалай осындай видео монтаж жасау керек, сол жайында үйрететін боламын. Ол үшін біз ең бірінші мұнда тұрған жасыл батырманы басамыз. Мына жерге өзіңізге қажетті, бұл жерде фильм деп тұр, енді өзіңіздің жасайтын тақырыбыңызға қарай сол сабақтың тақырыбын қойсаңыз болады. Мысалға, мен уақыт деп жасайын. Өзіңізге қажетті размер таңдап алыңыз, сосын создать фильм деген басамыз. Одан кейін осы жерде көптеген приложениелер бар. Мынау наклейканы, бұның ішінде көптеген наклейкалар бар. Мына жерде текст жазамыз, ал мұнда өзіңізге қажетті суретті галереядан қойсаңыз болады. Мына рукадан өзіңізге қажетті қаламды таңдап аласыз. Мұнда өзіңізге ұнайтын музыка тректерді тартып қойсаңыз болады. Соның ішінде ал мұнда өз даусыңызбен кадр жасаласыз. Одан кейін мен жаңағы видеоны қалай жасадым. Мен ол үшін наклейканың ішіне кірдім. Мына жерден адамның суретін таңдап алдым. Сіздерде өздеріңізге қажетті мұнда стикерлер бар, анимациялар бар неше түрлі. Осының ішіне таңдап алсаңыздар болады. Биологияға қатысты бұлар енді сатылып алынатын приложениелер, тамаққа байланысты, мектепке байланысты неше түрлі өсімдіктер, фруктылар, фурнитуралар. Енді бұл жерден өзіңізге қажетті тегін стикерлерді алсаңыздар болады. Мен мысалы мынаны алдым, және өзіңіздің идеяңызға қарай таңдай берсеңіз болады. Және тағы да мұндан. Міне мынада жаңағы жұмыс істеп жатқан адамды таңдап алсаңыз, мына жерден размерін былай соза аласыз. Және кішірейте аласыз размер дегеннің үстін басып. Енді тексті өзіңіздің қалауыңыз бойынша жазасыз. Мысалы, оқу инемен құдық қазғандай. Әр білімді меңгерту үшін сол жұмсалған уақыттың құнын төлеу парыз іспетті. Міне, осылай өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар болады. Міне, осылай сөзімізді жазып, дайын болған видеоролигімізге өзіңізге қажетті музыканы қойсаңыз болады. Или сол жерден даусыңызды бассаңыз болады. Мен жалпылама түсіндіріп жатырмын. Міне осыны көру үшін мына жердегі үш сызық болып тұрған батырманы басып, өзіңіздің жазған видеоңызды көре аласыз. Осылай шығады. Және оны сақтау үшін мына жерде жаңа 0,3 дедім, мен 0,1 дейінші тезірек қимылдату үшін осы жерден өзіңіздеріңіз уақыттарын ұзартып және қысқарта аласыздар. Міне осылай. Тез жазатын болса, осылай тез жазылады. Және мына жерде сохранить батырмасын басасыз. Сохранить как проект дегенде да деп басасыз. Одан кейін сіз бұл кадрды өзіңіз иншотқа сақтап алсаңыз болады. Сделать фильм деген басамыз. Мына жерде фильміміз сақталып жатыр. Енді бұны өзіңіз фильм ретінде или поделиться фильмім дегенді басып басып иншоттың ішіне кіреміз.
иншоттың ішіне қойып, керек жерін қалдырып, керек емес жерін қиып тастасақ болады. Міне, сөйтіп иншоттың ішінен де музыкаларды қоя аласыздар. Песни дегенді басып, өзіңізге қажетті, или моя музыканың ішінен қойсаңыздар болады. Осыны мысалы таңдап аласыз, тартылады. Использовать деген үстін басамыз да. Міне осы видеомыз дайын. Сақтап аламыз. Сақтап болғаннан кейін қырқатын жерлері болса тағы да олай қырқып алуымызға болады. Сохранить еттік. Мына жерде енді сохранить деген батырманы бассақ, біздің галереямызға түседі. Сол жерден біз өзіміздің қажет сабағымызды жасап алып, осылай дайындай берсеңіздер болады. Түсінікті деп ойлаймын, әріптестер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап отырыңыздар.